Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Қамыры өте жұмсақ, жасалу жолы өте оңай, керемет рецепттен бөлісетін боламын. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен ыдысқа ұнды салып, разрыхлительді саламыз да, жақсылап бір араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, қолымызбен үгіп шығатын боламыз. Қант салатын боламыз және тағы да бір рет араластырып алатын боламын. Ендігі кезекте бір жұмыртқа салып, осы қамырды біріктіретін боламын. Менің каналымда өте дәмді, керемет үлпілдек болып шығатын песочный тестодан жасалатын творожный пирогтың рецепті бар. Оны подсказка бөліміне қойып кететін боламын. Осымен біздің қамыр дайын. Ендігі кезекте сүзбемізді, яғни творогты және оған қант қосып, кішкене араластырып аламыз. Одан кейін 3 жұмыртқа салып, жақсылап блендердің көмегімен езіп шығатын боламыз. Егерде блендер болмаған жағдайда, кәдімгі біздің үй жағдайындағы шанышқымен де қолдануға болады. Ендігі кезекте қамырымызды 2 бөлікке бөліп алып, осылай формаға жайып шығатын боламын. Менің формамның диаметрі 24. Ендігі кезекте дайын начинкамыз сүзбемізді, яғни творогты осылай жайып шығатын боламыз. Одан кейін қалған екінші бөлік қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Одан кейін егерде осындай кескіш болса, осылай кесіп шығу болады. Болмаса, кәдімгі пышақпен кесе беруіңізге болады. Одан кейін осылай беткі қабатына қойып шығатын боламыз. Дәл видеодағындай қарап жасасаңыздар болады. Егер отбасыңызды кешкі аспен таңғалдырғыңыз келсе, онда мен сіздерге подсказка ретінде конечная заставка бөліміне керемет мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын, және кешкі асқа әртүрлі тағы да басқа ерекше тағамдармен бөлісетін боламын. Оны конечная заставка бөлімнен көре аласыздар. Дәл сондай тағамдар жасап көріңіздер. Осы сүзбелі пирогты 180 градуста 40-45 минутта пісіріп алатын боласыздар. Әркімнің пешіне байланысты. Енді менде 45 минутта толығымен дайын болды. Енді қазір мен сіздерге кесіп көрсететін боламын. Бұл пирогты кемінде 15-20 минутқа суытып қойғандарыңыз дұрыс болады. Содан кейін кесіп жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, ішінің бәрі толығымен піскен, керемет болып шығатын пирогты жасап көріңіздер. Ас болсын!